Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Айгүл Сәкенова. Бүгін мен сіздерге тауық қанаттарын шашлыққа қалай маринадтауға болатынын көрсететін боламын. Тез әрі оңай. Бұл жерде тауық қанаттары 1 килограмм алдық біз. Және бұны жақсылап жуып, содан соң 2 ас қасық тұз және 1 ас қасық майонезді қосып араластырамыз. Содан соң қара бұрыш 1 ас қасық, қатты толтырмай қара бұрыштан қосып барлығын араластырамыз. Шашлығымыз тез дайын болады. Және бар болғаны маринадымызға 2 сағат қана кететін болады. Содан соң араластырып біткеннен кейін 2 дана пиязымызды аршып аламыз. 2 дана киви және 1 дана лимон қажет болады. 1 кивиімді жаңағы майонез, тұз бұрышымыздың үстіне осылай ашып турап алдым. Және осылай турап, мен сияқты шанышқымен не болмаса блендермен езіп алсаңыздар болады. Менде блендер қолымда жоқ болғандықтан осылай шанышқымен жақсылап езіп алдым. Содан соң 30 мл су құясыздар үстінен. Қатты қою болмас үшін. Су құйып, содан соң пиязымызды жұқалап, жартылай сақина тәріздес қылып, лимонды да, пиязымызды да солай турап, содан соң осы тауық қанаттарының үстінен маринадымызды да, пиязымызды, лимонымызды барлығын қосып, қолмен жақсылап араластыратын боламыз. Бізге бұл жерде бар болғаны осы ингредиенттер қана қажет болады және көтеріңкі көңіл күй. Турап болғаннан кейін барлығын араластырып, бетін жауып, пакетпен болмаса крышкасымен жауып, содан соң күйеулеріңізге пісіріп берулеріңізді сұрайсыздар. Маринадқа 2 сағатқа қоятын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде осы маринад бойынша менімен бірге дайындаңыздар және менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне осылай күйеулеріңіз әдемілеп сіздерге пісіріп береді. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова. Сау болыңыздар.